қолданған. Мынау сіздің өзіңіздің шашыңыз туралы айта кетсеңіз, неге бұлай өсірілген, себебі неде мысалы? Шаштың бірнеше түрі болады. Жаңағы әлемнің тарихшысы Джихангиз Герадут айтқан, сақтардың ерлері мұрынды ғана емес, өте бұрымды келеді деп. Шашынан шошыған, яғни шаштың алу тарихы болған. Бұл жерде екі жақтан өрме шаш қалтырады 5 жасқа дейін. Ол әйелдермен бірге ер адам тамақ ішеді, бала. 5 жастан кейін оны қиып тастап тұлым қалтырады. Тұлым өсе келе менікі сияқты жығаға айналады. Жыға дегеніміз не? Жыға дегеніміз біріншіден далада ер тоқым ұйықтағанға пайдалы. Бір, екіншіден дуылғаның ешқандай байлайтын жері болмаған. Ер адамның кеудесі ашылмаса, батыр болып есептелмеген. Кеудеңді төсек деген содан қалған. Сондықтан да дуылғаның тесігінен осы жығаны байлайды да, соны дуылғаның тесігінен өткізіп, бір байлап тастайсаңда беліне түскен ер азаматтардың шашы. Неге? Өйткені басыңмен бірге түссін балам дейді. Дуылғамен бірге түссін дейді. Өйткені дуылғаны соғыс үстінде дуылғаны шешу жауға берілумен тең. Өте андай. Иә. Позорлы. Иә. Орысша айтқанда, сондықтан оны туысқандар өздері өлтіріп тастаған. Ал сол дуылғасын шешіп үлгермей қылышына жармасу үшін ең алғаш соғысқа шыққан азаматтардың, мықтылардың барлығының шаштары белінен келеді. Соны дуылғадан өсіріп, дуылғаға өріп, әдемілеп соғысқа қоя береді. Яғни басыңмен бірге түссін дейді. Сондықтан да ол ешқашан жауға берілмеудің бірден бір жолы. Өйткені дуылғасын шешіп қойған батырға ешқашан қару жұмсамаған қарсы әскер. Ол құлдық қалып кетеді. Басыбайлы құлыңмын деген сөз. Сондықтан да бұның жыға деп атайтын себебі сол. Сондықтан бұның бір ерекшелігі салт дәстүрімізге бір мұрағат ретінде үлкен дүние. Жеті раса туралы айтып кетсеңіз. Жалпы. Бұл енді біздің көне Алтай мифологиясында бізде тәңірлік ұстаным дегеніміз не? Бұл ешқандай дінге қарама қайшы емес. Біздің салт дәстүр қазақтың сақ түркілердің салт дәстүрі кез келген діннен жоғары. Біздің Мұхаммед пайғамбар тумай тұрғанда, Иса пайғамбар тумай тұрған кезде біздің салт дәстүріміз бар болатын, және діннен жоғары үлкен цивилизация болды. Дамушылығы. Яғни кейіннен Франция, Англия және Американың ғалымдары дәлелдегендей бүкіл дін қайдан шықты дегенде жалпы араб діні біздің сақ түркілердің ұстаным нанымынан алынған дейді. Неге? Өйткені сүндетке отыру мұсылманнан бұрын сақ түркілерде болған. Өйткені еркектер ат үстінде жүргендіктен гигиеналық тазалық үшін сүндетке отыру. Екіншіден жаңағы сақ түркілердің отты құрметтеуі. Және көзге көрініп тұрған дүниеге бас июі. Күн әкем жерді буаз қып тіршілік содан таранған деп шәкәрім айтқандай, күн әкеге сәлем етіп, от бергенің, жылу бергенің рахмет деп, жер ананы құрмет еткен. Жер ана тірі. Сондықтан да тірі көз алдында көрініп тұрған дүниеге тағзым еткен, оны құрметтеуге тырысқан. Ал енді мен медресе, Құнанбай қажы медресесін бітірген кезінде, сол кезде Хамди Гүней деген ұстазым, түрік па? Түрік. Мына Құранда ғана бүкіл дінді жамандайды. Эгоизм дейсіз ғой. Эгоизм бар. Каждая проблема для эгоистов трагедия, а для оптимистов комедия деген сияқты. Өз-өзіне трагедия жасайды, яғни өзге діндерді жамандайды. Неге? Өйткені құдайшылдық, көп құдайшылдық емес. Много Божье, одна Божье. Кез келген маған бірде сабақ үстінде айтады, православтар иконаға табынады, күнәһарлар. Будда тасқа табынады, күнәһарлар. Сол кезде мен де тұрып айттым. Бізде мұсылмандар Қағбеде қара тасқа қарап табынамыз ғой дедім. Сөйтіп? Өзін қайсыдан қалды ол кісі. Біз сол арқылы жаратушыға деді. Сондықтан ол кісілер де өздерінің қандай да бір белгілері арқылы жаратушыға табынады. Жаратушы біреу, дін әртүрлі болды, есіңізде болсын деді. Сөйтіп ол кісі үнсіз ғана іштей кешірім сұрап, содан бастап мен жаңағы жалпы ислам дінінің біздің салт дәстүрден алшақтамаған, сондай салт дәстүрдің ислам дінін жеңгенін көп байқадым. Өйткені салт дәстүр біздің кез келген діннен жоғары. Салт дәстүрімізді жоғалтсақ, біз ислами фанатизмге еніп, бұл бастауы ғана терроризмнің түбінің түп атасын көреміз.
мен Құран жаман деген сөз емес. Құран ұлы дүние. Жалпы дін деген нәрсе бүкіл білімнің, ғылымның жиынтығы ерекше сол дінде ғана жинаған. Ал басқа ғылымдар біз бөлшек-бөлшек ретінде танимыз. Бірақ та біздің салт дәстүр сол білімге үлкен өнеге тәрбиелейді. Неге десеңіздер, бүкіл діндер біздің салт дәстүрінен алынған. Гигиена, тазалық, мәдениет. Бұл ғылыми дәлелденген дүние. Мен ойдан шығарып отырған емес. Сондықтан да біздің салт дәстүріміз әрқашан сөнбеу керек. Оны қолдауымыз керек. Ырым-нанымның өзін. Есік туралы бір мысал келтіріп жіберсеңіз, есік келмей ма қалай еді өзі? Бұл жерде есік қағып кіру. Есік қағып кіру. Қазақ сақтар мысалы жас отауға немесе қандай да бір отауға келгенде 3-тен 9 рет есік қаққан. Егер 3-тен 9 рет қаққанда үндемесе, кетіп жүре берген. Ал қаққан кезде армысыз дейді. Арың таза ма деген сөз. Армысыз дегенде армыз дейді. Тазамыз дейді. Төрлеңіз дейді. Ассаламу алейкум деген ол арабтың сөзі. Түбің түрік, түбің араб дегеннің өз шірік деп Шәкәрім ағамыз айтқандай қарап отырсаңыз, ең жақын дүние біздің салт дәстүр. Сондықтан да біздің мәдениет, біздің салт дәстүр бүкіл дінді орап өтеді. Өйткені 40 шырақ жағу немесе 7-сін 40-ын беру, жылдығын беру деген арабта күнә. Ал сіз мешітке барып айтып көріңізші соның бәрі күнә деп, ысырап деп. Имамдарға ма? Өйткені ол жаңағы басты табыс көзі. Табыс көзі. Сондықтан да